Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Намаз адам баласының тән тазалығы мен жан тазалығы. Адам намаз арқылы Алла тағалаға құлшылық етіп, өзінің пендешілігіне тәуба етеді. Намаз бәлиғат жасына жеткен, ақылы толысқан әрбір мұсылманға парыз. 5 уақыт намаз Алла мен пенденің арасындағы байланыс негізі. Құранда шындығында мұсылмандарға намаз уақытында оқу парыз етілді деді. Бұл мұсылманмын деген жанның сылтау айтпастан мойынсұнған күйде орындауы тиіс парыз ғибадаты. Ал түнгі намазды ойлай отырып, мынаны түйдім. Мысалы, парыз намаздарға бізді адамдардың дауысы арқылы азанмен шақырады. Ал түннің 1/3 бөлігінде бізді намазға әлемдердің Раббысы шақырады. Парыз намазға шақыруды барлық адамдар естиді. Ал түнгі намазға шақыруды тек кейбір адамдар ғана естиді. Парыз намазға асығыңдар деп азанмен шақырады. Ал түнгі тахаджуд намазға жаратқан Алла, менен сұрайтындар бар ма? Сұрағанын міндетті түрде беремін деп күтеді. Парыз намаздарды барлық мұсылман адамдар орындайды. Ал тахаджуд намазын тек иман келтірген, Алла қалаған, таңдаған адамдар ғана оқиды. Бүгінгі түнімізді тахаджуд намазға тұрумен әшекейлейік. Парыз намаздарды орындауда рия араласып кетуі мүмкін. Ал түннің 1/3 бөлігіндегі намазды тек шынайы, таза жүрекпен Алла разылығы үшін ғана оқитын боласыз. Парыз намаздарда бізді дүниелік нәрселер ойымызға түсіп, алаңдатып тұрады. Шайтанның азғыруы болады. Ал тахаджуд намазында бұл дүниелік нәрсенің бәрін ұмытып, тек Раббыңызға берілген күйде тұрасыз. Түнде бүкіл адамдар ұйқыда жатқанда, бір адам тұрып намаз оқып жатса, ол рас. 100% шындық. Онда ешқандай рия жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біліп ал, мүміннің құрмет қадір қасиеті түнгі намазында дейді. Сен босай қалған кезіңде досыңмен кездесіп мешітке барып намаз оқуы мүмкін. Ал түннің 1/3 бөлігінде Алламен байланыста боласың. Парыз намаздардан кейін дұғалардың қабыл болады. Ал тахаджудтан кейін дұғаны Алла міндетті түрде қабыл қыламын деп уәде берген. Түнгі намазсыз Алла тағаламен шынайы байланыс орнамайды. Түнгі намаз сіздің жүрегіңізге шын байланған иман негіздерінен. Түнгі намазда сіздің көптеген шаруаларыңыз шешіледі. Мысалы, күндіз сізде неше түрлі оқиғалар болды. Біреуді ренжітіп алсаңыз, кітабыңызға бір жаман нәрсе түскелі тұр. Біреудің өсегіне араласып қалдыңыз. Біреуді қағып кеттіңіз. Бақшаңызда бір жеміс өспей қалып еді, жаман боп қалдыңыз. Біреу қарыз сұраса, жоқ дедіңіз, бар бола тұра. Жүрегің тірі болса, түнде көзден жас кетеді. Мен не істеп қойдым? Түнгі намаз солардың бәрін есіңе түсіреді. Қайта тірілгендей күй кешесіз. Бәлкім күндіз пенделікпен оларға мән бермей қалуыңыз әбден мүмкін. Жүректер орныққан, тап-таза, тып-тыныш. Сіз және Раббыңыз сәждеде жатумен қателіктеріңіз түзеледі. Күндізгі қателіктерді кім жуады? Алла жуады. Түнде Аллаға иман келтірген күйде тұрасыз. Күндізгі күй рас, ал түндегі күй ол өте рас күй. Бұндай ұлы мүмкіндікті құр жібере беруге болмас сірә. Түнде тұруға тырыс. Бұл пайғамбарға бұйырылған намаз. Сондықтан сахабалар одан кейінгілер сүйіп орындаған амал. Ендеше сіз де сүйіңіз. Осы Рамазанда бұл амалды әдетіңізге айналдырып алыңыз. Егер сен Алланың алдында түнде тұрып намаз оқысаң, кішкентай бала сияқты бол. Балалар не істейді? Бір нәрсені қажет еткенде, олар сол нәрсені алмайынша сұрап, жылап, қалағанына қол жеткізеді. Сен де дұғаңда, намазыңда жылап, қалағаныңды сұрап ал. Алла тағаланың сіздерге берекеті мен мейірімі болсын.